мен осы Алматыда мынау Шамшы деген таудың қасында туып. Содан біздің әкей Қырғызстанға жоқ Қантауға барған 2 жыл тұрған ғой. Содан Қырғызстанда тағы 2 жылдай болды. Содан ойбай ауылға барам, еліме барам деп әкей көшіп түйемен ауылға келді. Содан ауылға келгеннен кейін бұл кісі 37 жылы келді ме бұл? 36 жылы келеді ғой деймін. Содан 37 жыл тұрып, 37 жылы ұстап әкелді ол кісі, ағылшын. Сонда біз кішкентай бала болып қалдық. Бәріне бірақ ол кісінің бір кішкентай шаруасын есімде қалды. Соны ұмытқан жоқ. Енді де байқұсты. Түнде түс көрдім деді, таңертең мен осы үйден аттанам деді. 2 адам келеді маған деді. Мен енді бұл үйге қайта оралып келемін. Өзі біліп тұрды? Өзі біліп түскенді. Содан жаңа шай ішіп отырғанбыз дәрінің бәрін тығыңдар деді. Дәрісі бар үйде, нелер, құран бар. Бәріміз жүгіріп онда қазақ емес қой, артында қуыс бар. Соған дәрілер лақтырып, түйіп, лақтырдым, құранда бар. Далада тезек нәрсе тапқырдым. Содан ештеңе таппады, үйде бірақ құран кітап тұрды да, соны әкелей салып кетті. Киініңіз, жүріңіз деді, шапанын жамылып шығып кеттік, содан жоқ хабарсыз. Ол кісі жас емес, 70-ге уақытысы екен. Ол хат жаза ма бізге? Қайда тұрып жіберді? Ол заманда кеткендердің барлығы сол хабарсыз кетті ғой? Хабарсыз кетті. Анау Суфаның кетті, хабарсыз кетті. Онда оны ұстап әкетті. Анар апаның да әкесі сол? Сол кісінің әкесі. Сонымен жүріп жатырмыз. Енді ол кісінің соңындағы мен де сол жеткендегі есімдегі сол. Онда біз жоқ, жаңа келген уақытымыз ғой, түйе өшіп кірават жоқ. Мынандай бір тақтайлар жоқ, қол сімергісі. Қолын ағаштан балдарын кірават ұқсап, ағаштан кірават жасады. Хеп бәлем сондай ап жасады. Шаба жатып. Сонда мен де қолым шауып жүгірген ғой. Мен меркесін ба бірдеңе синайым дегенде қолыма тиіп кетті. Соны ойбай қолын шаптым деп баяғында біздегі дәрігер жоқ, не жоқ. Қара кигізді күйдіреді басады екен. Қолыма ол күйдіріп, жаңа қолыма бастына қолым әлі қисық болды. Осы қолымдағысы ескерткіш маған қадаған ғой. Есімде жүрсін. 40 жылдан сосын жұмыс істедіңіздер де ауылда? Содан кейін бері қарай келген үстінде ағалтай жүр. 12 ай, 1 жыл бойы ол кісінің қарысының баласы деп түрмеге апарып жатқызып қойды. Біз әміз екеуміз, 2 бала бар. Содан тамақ апарамыз артынан, өгіз арбамен тегіп. Тамақ апарып, бір үйге қонып, тамақ беріп. Жолықтырмады бізге тамағымызды алды, қайтарып жіберді. Сонымен әйтеуір бүйтіп босатылып шықты ғой әйтеуір. Білмеймін қалай шыққан. Содан келгеннен кейін жас келген, 1 жыл тұрды. Соны Берсада келді, 12-13 келген кезімізде бізді егін теруге, масақ теру, ора ору, соқа айтау сондайға салды ғой, жылатып бізді. Атпен жүрдіңіз сіз, жас кезіңізде ат міндіңіз бе көп? Атта міндім мен, өгізге де міндім. Өгізге мініп, 4 өгіз жүріп соқа айтасың, Арақбай бар қауында. Соның шешесімен екеуі бірі жүрдік. Ағы бір жаман малдың торсығын ол уақытта дыстыламыз. Соған бірдеме құйып аламыз, нан аламыз. Әбет келгеніміз екенбіз. Соған соқа айтадық қой. Ауылға жаңа өгіз екеуін мінгесіп алып қайтамыз. Таңертең таңнан 1-2 аралар есіп қағып айқайлайды тұрып-тұрған. Көзіміз жылап, көзіміз сипап, жаңа соқаның қасына келеміз. Оның егін жинағаннан кейін егінді күзеттіп, түнде егін күзеттіп, оны свет жоқ, қорқасың, еміне барасың, тұрасың, жылайсың, енді үйге қайтудың өзіне қорқасың, қораға кірудің өзіне қорқасың, свет жоқ. Соны терезеге жылап тұрасың, ой есік аш деп. Көрмегенді көрдім. Киім жоқтыр, дектерде школға бардық, оқи алмадық. Анау кигіздің сомка тігіп береді. Соны мойнымызға саламыз, онда қарған деп, мұнда қардың, онда жоқ. Жазайдан ішіне түсіп кетесің.
аяғымды ала алмай жылап, сомғанды құшақтап, школға жетер, школға бір жетісіп тұр. Аңғылсаң от жоқ, салан жағады, жылымайды. Бір-екі сабақ бағытын жаттау керек, бәланға дейді, қоя берем. Кетеміз. Содан соғыс басылып. Сондан ағатай қат жазады ғой маған. Дәмет, жамжы өспей қалмас. Тезек тергізбе, деймін тартқызба дейді. Қайдан деймін тезектеріміз күн көру керек, жалғыз дәмет. Үшеуміз, төртеуміз. Мақшан ағатай ма? Иә, соны қат жазған маған, сөйтіп қат жазады. Ойбай, ой, екі баладан мына қыз әулие, қыз қарындас әулие болды ау деп ол кісі шыға келеді. Сөйтіп жазады, тезек тергізбе, деймін тартқызып, бой өспей қалмасын, дәмет. Барғаннан кейін көрем деп сөйтіп жазды. Сонан ағатай кетіп соғыста, соғыстың 45 жылы келді ғой. Келіп өзінің жұмысын істеді. Өміртай туды, оның алдында бір қыз туды, осы қайтыс болды. Өміртай. Онан кейін Өміртай туды. Алдында қыз туып қайтыс болып кетті ме? Дәрігер жоқ, не жоқ, бала ауырды, жатты, ондай не қайдан іздеді. Бірден маса ауырды, бала қайтыс болды. Зияштан кейін. Өміртай ең кішісі ғой сонда? Өміртай ең кішісі. Зияш пен Теміртайды дәмет жұмысқа кетеді, мен асырамын екеуін. Ана қызды бесікке берейін, ана мазасыз Теміртай жүгіріп жүреді. Оның өзі бір іздейсің артынан арқалап. Теміртайды сіз асырадыңыз сонда, кішкентай кезінде? Теміртай екеуін мен асырадым, Теміртай мазасыз жеңілтек, қайры соңында қарғып кетеді. Мынау кішкентай онда соғысқанда бір ағыдай кеткенде 2 айлық балаға болып қарны туып. Енді күн көруіміз керек, бересе үйге барып, бір жылдай сол баламен жүрдік. Сонан кейін екеуміз мен үйде қалсам, ана дәмет кетеді, дәмет қалсам мен кетем сөйтіп. Бала өскенше сөйтіп жүрдік. Сөйтіп өмір сүріп осында енді. Аяғымда соны тұрмыс құрды ғой, бүйтіп, сонымен жүріп өмірдің бәрі кетті. Енді бәрі дұрыс өмір сүрдік. Алыстықта, жақсыны да көрдік, жаманды да көрдік. Тештін да көрдік. Ауырын да, жеңілін да көрдік. Бәрі картадық болды. 75-ге келсем өзінің ұсылдары әлі аялып